Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қамыры үпілдек болып шығатын 7 түрлі булочканың түйу әдісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен дайын болған қамырымызды бөліктерге ыңғайыңызға қарай бөліп аласыздар. Осы қамырдың дайындалу жолын сілтемесін описаниеда қалдырып кететін боламын. Мен осылай бөліктерге бөліп алып, әр қайсысын кейіннен дөңгелетіп шығамын. Дөңгелетіп болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін әр қамырымызға аздап қана ұн сеуіп, осылай бірінші қамырымызды ұзынша етіп жаямыз. 3 рет осылай кесеміз және қамырымызды түйеміз. Бұл біздің бірінші түйу әдісі, роза деп аталады. Мінекей розамыз дайын. Екінші әдісінде бұл жерде қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Астын сәл қайырып, май жағып, мак аралас қантты сеуіп шығамыз. Жоғар жағын тіліп, қамырымызды ораймыз. Біріктіреміз. Екінші әдіс дайын. Үшінші әдісіне кірісеміз. Бұны да дөңгелек етіп жайып, осылай ұзынша етіп тіліп шығамыз. Май жағып, корица аралас қантты сеуіп шығамыз. Біріктіреміз. Ортасында сіздер кез келген салманы салсаңыздар болады. Мен вареный сгущенканы салдым. Және де осылай түйіп шығамыз. Келесі әдісте дөңгелек етіп жайып, үстіне сары майымызды жағып шығамыз. Корица мен қант араласты жарты жағына себеміз. Екінші жағына мак аралас қантты сеуіп шығамыз. Ораймыз. Екі жағын ортасына қарай бүктейміз. Және екі жағын осылай кесеміз. Бізде бұл бабочка. Бабочка тәріздес болып шығады булочкамыз. Мінекей. Келесі әдісіміз тағы да май жағып шығамыз. Мак аралас қантты себеміз. Ораймыз. Екі бүктеп, жүрек тәріздес шығарамыз. Мінекей жүрегіміз дайын. Келесі әдіс вареный сгущенканы жағып шығамыз. Жоғар жағын осылай кесіп аламыз. Міне дайын. Келесі әдісін тағы да дөңгелек етіп жайып, үстіне май жағып, мак пен қант араласты сеуіп шығамыз. Осылай ұзыннан орап шығамыз. Жақсылап түйіп, үстінен бастырып, 3 бөлікке бөлетін боламыз. Міне осылай 3-ке кесіп аламыз. Және қамырымызды өріп шығамыз. Осылай қалдырсаңыздар болады, не болмаса мен сияқты біріктірсеңіздер де болады. Келесі әдіс, бұл жерде тағы да май жағып, корица мен қант араласты сеуіп шығамыз. Ораймыз. Екі жағын қайырамыз. Және бұл жерде біз 2 емес 3-ке бөліп шығамыз. Бұл бізде гүл тәріздес болады. Міне дайын. Осымен 7 түрлі түйу әдісімен барлығын көрсеттім. Кейіннен бетіне жабылған сары уызын жағып шығып, тағы да 20-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз біраз көтерілу керек. Кейіннен қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.